презентациям дайын болмайды да. 2024 жалпы өзгеріс жылы болды. Қиын бірақ. Шын айтайын, шын айтында қиын. Секте деп ойлаймын. Аудиторияны қабылдаймын. Қайырлы күн достар. Көңіл күйіміз күшті. Соңғы штрихтар. Алла қаласа дайынбыз деп ойлаймын. Орындықтарымыз 500 адам. Командамыз дайын. Подкаст болады. Одан бөлек видеографтар, 4 камерамен. Кеше болды. Презентациям дайын болмайды да. Сол кезде кішкене уайымдап қалдым, қалай болады екен деген сияқты. Одан бөлек презентацияны әбден өңдедім. 4 рет, 5 рет жасадым. Өйткені осыған дейін мен андай болатын. Айта берейін ба? 3 сағаттық тренингқа мен 1-2 презентациямен шығатын болды. Бір сөз, сенім ол күштеп тұрады, бұл маған жеткілікті еді. Бұл енді бір шетінен плюс, бірақ бір шетінен минус еді. Қазір енді ол олқылықтың орнын алып, қазір кемі бір 60 презентация жасадым. Сол кішкене бір формат мені уайымдатты. Сол презентациям қайта-қайта өңдедім. Одан өзіміздің достарымыз, Максимум клубындағы Мейірбек мырзалар бәріне презентациям жасадым. Олар алып бытшым шығарды ана жерде, тасталқан болды. Ол пайдалы болды да маған. Сондай бірақ мен де қалай дегенменде іштей толқу болады. Бұл енді бірінші сахнаға шығып атқаным емес, бірақ дей тұрғанмен толқу бар. Халқымнан махаббат жіберіп, бірәкті жіберіп, қолдап, ізгі тілектеріңізді жазып қойыңыздар. Бүгін тренинг ойдағыдай болады деп ойлаймын. Бір слайдта, 6 слайд. 2024 жалпы өзгеріс жылы болды. Менің ең тұңғыш жазған «Сату ұят емес» кітабымды да түгел бір 70%-ын өңдедім. Осыған дейін жіберген қателіктерім, осыған дейін жіберген олқылықтардың бәрін орнына ауыстырдым. Бұл командамда да сондай өзгеріс. Енді оның бастауы қайдан? Бұның бастауы менен басталды. Анан қарашы, Ереке дұрыс болмай тұр, бастау өзімнен басталды. Әрбір сәтке деталіне қарау. Әрбір мелочтарға, бүгінде дайындықты әрбірін командаға тапсырып. Енді біз өзіміздің үздік версиямыз болу керек деп ойлаймын. Қиын бірақ, шын айтайын, шын айтында қиын. Өйткені сен бір денеден екінші денеге ауысуың керексің. Еще мына жердегі өзіңнің минусын мойындауың керексің. Біз андай іштен тәкаппарлық бар, эго бар, мойындау қиын ғой. Қазірге дейін саламатсыздар ма, продажниктар. Мына жерде бас организатор Динара ханым келе жатыр. Осы кісілер енді сөз естейтін, осының бәрін ұйымдастыратын. Мына жақта Жәнібек мырзалар, Жәнібек мырзаның командасы. Бұл кісілер видеографтар, біздің себеп салдар подкастымызда түсіретін осы кісі режиссер, осы кісінің командасы Алла қаласа ойдағыдай алып шығады деген ниеттемін. Үйесейді әрине, үнемі әр воскресенье сағат 19:00-да шығу керек. Сол кісіге жауап береді. Осыған дейін бір жылдың ішінде бір-ақ рет кешікті. 22 минутқа подкастын. Бірақ ешқашан кешіккен емес. Мына жерде Ермек мырза, бұл кісі менің группаласым, методолог, менің сату өнер кітабымның редакторы, сату ұят еместің қазір ұйымдастырушысы болды. 2 кітабыма да үлесі бар. Жалпы өміріме үлесі бар адам. Екеуміз бірге Казгуда сайыстануда оқығанбыз. Методолог қасында. Конечно. Бұл біздер мына ғой. Біз бірінші нәрсе осыны түсінуіміз керек. Біз бір нәрсеге ұрыс болса, ол ұрыс, ол Ермек мырзаның тұлғасына емес, оның кәсібилігіне қатысты. Кітапта қате кетсе, қазір презентацияны тексеріп тұр бұл кісі. Презентацияда қате кетсе, мысалы, ол Ермек мырзаның мойнында да жауапкер. Сондықтан кейде біз адамдарға бір нәрсеге, жұмысына, кәсібіне қатысты бір кейде кемшілік айтып жатсақ, адамдар оның тұлғасына қабылдайды. Бірақ ол тұлғасына емес, кәсібилігіне қабылдау керек. Сонда біз өсеміз. Деп айта береді. Ерсін мырза, бұл кісі таргетолог. Қазір бұл кісі диджей болады бүгін, Думан мырза, біздің видеограф, негізі бүгін, бірақ көріп тұрсыздар. Сосын қызық мына жақта. Айдана ханым, бұл кісі менде жұмыс істеген 2 жылдай. Мен лучший продажнигім болған, бірақ өкінішке орай тағдырдың жазғанымен бұл кісі бірақ басқа жаққа кетті. Әйтпесе мен роп қып өсіру, жалпы ойымда бар еді, бірақ өмірде дәл мықты продажник деген ойдам. Лучший болған, лучший продажник. Айдана ханым, может сізден сұрайықшы? Бұдан жұмыс істеген қалай екен? Шынайы. Шынайы. Команда бер.
Тайыр мырзамен жұмыс істеген жалпы өсу жағынан да, опыт жағынан да өте күшті. Ол кісі тек қана бастық ретінде ғана емес, ол сізге бір ағаңыз ретінде, әкеңіз ретінде күшті забота жасап, қандай жағынан болсын, барынша көмектесуге тырысатын. Былай айтқанда, команда прям сон атмосферасын сездіре алатын адам. Жалпы бүгін мені осы тренингке шақырған болатын. Мен всегда бұл кісілерге көмектесуге дайынмын, себебі прям есте қанша жерде жұмыс жасасаң да, именно Тайыр мырзаның командасы ол прям жүректе қалғанда, сондықтан да қандай уақыт болсын, мен всегда келуге, көмектесуге, қатысуға дайынмын. Так, кім бәрі бар? Мына кісілерді айттық. Арслан мырза бар. Арслан мырза бас осы ұйымдастырушы, өзім мінім, продюсер, бізде қазір осы эксперт партнерс компаниясының директор. Дым уақыт жоқ, көріп тұрсыздар. Вообще бәрін уайымдап жүр, қол жүрген сияқты, менен қатты қол жүрген сияқты, ана кісі. Енді әрбір жақсы ағаның артында жақсы не тұрады деп ойлаймын. Сол кісі бәрін ұйымдастырып жүр. Бәрін айттық қой, ар жақта тағы командамыз бар. Көп енді. Мана бұл жерге үлесі қатты тиіп жатқан, бірақ көрінбей жатқан адамдар көп. Продажниктарымыз бар, басқа да командадан қарап, мысалы ана адамдар су тасып жүр қойыңыз. Мысалы бұл кісілер көрінбей қалады да, су тасып жүр. Айтпақшы, мынау бізде бүгінгі кештің спонсоры Көктөбе Анабұлақ суы, емдік су. Бүгін адамдарды емдейміз. Продажаға емдейміз, іштей рухани энергиясын көтереміз. Арнұр мырза, бұл кісі менің қазір жаңа продажнигім. Осы тренингтің барлығын сатқан осы кісі. Арнұр мырза, красавчик. Суды алдыңыз ғой? Бұл су ішесін шақтыңыз ке? Иә, бұл су қазір менің осы шәкірттерім, Ерден Ғалымжан деген жігіттердің суы. Бұл 5 литрлік банкмен сатылады, бірақ арнайы ұстаздар үшін осындай 0,5-ке салып, осы жерде 500 адамға су алып келді. Жалпы тренингтің атмосферасы, вайб осындай отыр. Сіздерге ұнаса, қолдап қойыңыздар. Біздің әдемі продажник қыздар. Көп енді бұл жақта адамдар көп, бірақ әрбір үлесі бар көріңіздер ғой. Мына виптар осы жақта отырады. Және мына жақта қонақтар отырады. Ойдағыдай болады дейміз. Ойдағыдай болады деген ойдамыз. Сіздер ілтипаттарыңызды жіберіп қойыңыздар. Біз енді Алла қаласа осы тренингті 3x продаж болуға адамдардың ниетін, үмітін, сенімін оятам деген ойдамын. Мен көріп тұрғандарыңыздай, мен 2 кітабым. Сату емес, сату өнері. Кітап шықты. Айтпақшы, кітап шықты. Меломан кітап алдан, және біздің командадан алсаңыздар бол. Күтіңіз. Менің бір 2 нәрсем бар, слабость десеңе. Негізі кофе, су. Қазір дайындаламыз. Мен енді өзімнің бір құпия методикаларым бар, көрсетемін сіздерге. Бисмилля. 2 минут бүйтіп тұрам. Бұл тони жаттығуым, елдерге айтатын. Адамдар не істеп жатыр деп ойлайтын шығар. Бұны сыртта көрсе, адамдар вообще секта деп ойлайды. Болды ма? Күшті. Бұл анау, сен кейде бір уайымдап тұрғанда, немесе бір жұмыста көңіл күйің болмай тұрған кезде миыңа дейтін бір шылчок та. Бұны мен продажниктарыма күнде 2 рет жасаймын. Таңда және түсте. Айтпақшы, мына кісіні таныстыра Жахангир деген мырза, продюсер. Бұл кісі бірақ біздің командадан кетіп қалды. Бұл кісі қазір YouTube проекті болып кетті ме, халықаралық дәрежеде байып кетті. Маған келгендер байып кетеді. Бұл кісілер қазір үлкен Қазақстандағы ең үлкен YouTube жобаларды басқарады. Осыған дейін 3 жыл бұрын маған продажник болып келген, көмекші болды, автобароншы болды. Молодец, өте қарқынды, өсіп жатыр. Аллаға шүкір. Былтыр келіп 10 ай тағы да жұмыс істестік. Әлі де жұмыс істесіп жатырмыз қасымызда, командамызда. Бірақ қосымша қазір мықты үлкен Қазақстандағы ең үлкен YouTube жобаны басқарушы продюсер. 3+ тайымыздан жұмысы. Шын айт, шын мақтама. Состояние бар. Состояниемен жұмысқа өте қатты көңіл бөледі. Тайымызда всегда жаңағыдай көңіл жоқ болса, немесе бір болады ғой, ұйқың қанбаған кездер, сол кезде всегда жаңағыдай демал дейді, или там не емес та, напряженный жұмыс жасамайсың, на расслабоне жұмыс жасайсың. Екінші плюсы всегда команданың лидері, яғни алғаш жүріп жүреді, всегда сөзі өтеді, кімге қалай сөйлесе де мысалға айтқан жасатылады да, былайша айтқанда. Үшінші плюсы
Қайтым үшінші. 2 hours later. Так. Сәке тек плюстарды айту керек па деп. Одан кейін тұрақтылық тайымыздан тұрақтылық өте жақсы қатты ұнайды маған. Таңертең тұру, мысалы осы кісінің арқасында қазіргі таңда күнде таңертең тұрып жүргенімізге Аллаға шүкір 2 ай болды. Валейкум. Ерден деген шәкіртім. Осы ғой көптеген ана уақытта зиза болып жүрген бала. Бүгінгі кештің спонсоры. Бүгін енді осы залдың бір 50%-ында жоқ берсе жақсы болады. Болды ма? Болды, пока болды. Қазір мен кейінен енді оны көрсетпей қойын, е, сіздерге. Жатпақ болады сияқты. Ал киім асырдыңыз? Нормально. Киім осырдық. Лугым ұнап тұр ма? Алла қаласа бірер минуттан кейін бастаймыз. Дәкең бар. Дәкең поддержканы берем деп отыр. Алла қаласа одан бөлек мына жақта өзімнің сүйікті әншім ағамыз Қаділбек Жанай мырза келді. Бұл кісі де қазір жақсы ән айтып береді. Естіп жауысыласыз ба? Біз бірнеше минуттан кейін шығамыз. Сәл толқу бар. Алдамай қойын, өз-өзім десең. Бұл керек бірақ. Бүгінгі еші дайындыққа лукты қанша уақыт дайындадыңыз? Лукқа қатты дайындалдым десең. Қатты. Өйткені алдын андай болды менде. Алдын косметологқа келіп шыққам. Сол кезде аудиториямен қабылдай алмай қалдым. Өйткені ол мен продажа мәселе етті. Мен сондай детальдарға мән беруге тырысам. Сосын халықпен бірге болу үшін осындай лук таңдадық. Бірақ не екенін айтпай қойын, нерварымды ауыртып. Солай. Иә. Бірер минуттан кейін бастаймыз. Алла қаласа бүгінгі менің 3x продажа тренингқа келген әрбір жанға біріншіден Алла разы болсын. Әрбір қолдап келген достарыма, бауырларыма, неше түрлі клубтар өзіміздің Шомбай бизнес клуб, Капитал, Максимум клубтың қыздары мен жігіттері, барлықтарың, одан кейін өмірдегі достарым, ата-анам отыр, осында жарым отыр, қызым отыр. Жалпы командама осы нәрсенің бәрін атсалысып жүрген және әрбір жан Дәкеңе, Ғаділбек Жанай бәріне Алла разы болсын. Рахмет. Бұл мен алғаш 500 адамға жасаватқан тренинг. Өзіме. Жалпы 500 адамға тренинг жасап жүрмін, бірақ өзіме алғаш жасап жатырмын. Бұған дейін 100 адам қатарында жасап жүрген. Мен эксперттермен жасағам. Айжұлдыздармен, басқа да эксперттермен 500 адамға ол жерде енді қонақ ретінде шығам ғой. Бірақ өзіме 500 адамға Қазақстан қонақ үйінде алғаш рет. Сондықтан көреміз, бұған да үйренеді. Алла қаласа әлі де 1000 адамға, 2000 адамға, 5000 адамға жасау ниет бар. Ол үшін халқымның қолдауы, дұғасы өте маңызды. Сіздер қолдап қойыңыздар. Ең бастысы Тайыр мырзаға сәттілік, және келген қонақтар міндетті түрде бір қандай бір пайда аламыз, осынан бір білім аламыз деп келді, осы білімдерін алып кетсін, барлығы мәз болып қайтсын, шетері күшті болып кәдімгідей. Осыдан кейін бизнестары 3x емес 5x болып кетіп, байып кетіп, келесі жылдан ма, жарты жылдан кейін тағы бір күшті тренингтерге кездесейік. Клад, бұның күшті өткізіп қойшы. Менің мақсатым мынандай расслабление жасап, оларды мына жерде андай деп отыру емес, күшті қылып бір еркін отырып, білім алатындай обстановка жасау ғой. Соны жасауға қазір кетіп бара жатырмын. Давайте. Енді бұл Тайыр деген бауырым, бір ауыз сөз айта кетейін, предусловие болсын. Пандемияның кезінде енді өнер адамдар, оның ішінде өзім жақсылап тұрып шапалақ алған адам, соның орнын кетіруге үлкен атсалысқан азамат қой. Қазақ айтады, ашаршылықта жеген құйқаның дәмі кетпейді деп. Сондай кезде жанында болған азаматтардың бірегейі осы Тайыр. Бүгін 500 адамға, жарты мың адам ғой былай қарағанда. Қазір 5 адам шақыру қиын. Сондықтан үлкен керемет шара өткізіп жатыр. Ол шараның басқасында болмасақ, біздің достығымызға, бауырлығымызға сын. Сондықтан осындай қуанышты сағатында бауырымыздың жанында табылып, біздің азаматтық достық міндетіміз деп есептедік. Сол себепті бүгін осы жерде екеніміз сол. Сондықтан Тайыр бауырыма сәттілік тілеймін. Сәттілік бәрімізге керек. Жаңағы Дәкең айтқандай келген қыздар, жігіттер шынында да осы жылдан бастап үлкен сатылымы биік дәрежеге жетіп, сатып жатқан дүниесі адал болып, сол адал сатқан дүниесінің пайдасын көруін мен шын жүректен тілеймін. Қолымнан не келеді, соны бүгін жасауға тырысамын. Тайыр бауырыма сәттілік, 500 емес қасына нөлдер қосылып, Құдай қаласа үлкен стадиондарда адамдардың өзгеруіне, өсуіне септігі тие берсін. Сату ұят емес.
Күшті. Дайындаптым, Алла қаласа. Энергия бар, бірнеше минуттан кейін сахнаға шығатын боламыз. Әр сахнаның алдында осылай секіріп алу. Не іздедіңдер? Қызым отсай бар. Сахна. Давай. Банан жесем онда. Отбасында отаншы малдарыңыздар біледі. Түсініп не тұрған. Өмірде қатты ол кісілерге сезімді білдіре. Сондықтан бүгін осы видеоны алғашқы қадам деп қабылдаңыздар. Құрметтейін, жақсы көремін, ізгі тілекпен ұлдарыңыз Тайыр. Hoş geldiniz. Orada sizler hoş geldiniz. Kanalımızda. Wow. Hadi gelin hoş geldiniz. Әдемі музыкам күшті, краш болып, еркін формат, сахна өзіңіздікі, халық өзіңіздікі, халқыңыз дайын, сіз дайынсыз ғой? Дайынсыз. Енді бір нәрсе ескертейін, дәл қазір осылай сторис түсіріп отырсыздар ғой, түсіре беріңіздер, до конца түсіріңіздер да, стористеріңізді Тайыр мырзаны белгілеп сақ қойсаңыздар, бүгінгі тренингтің соңында 3 адамға арнайы Тайыр мырзаның атынан бокс беретін боламыз сыйлықта, және де біздің мына жерде кітаптың сатылымы ашық деп жариялаймыз. Бізді қазір кофе брейк болған кезде сатып алсаңыздар болады. Көптен күткен тренинг өтті. Жыладыңыз, кәсібіңіз қандай ощущение? Күшті. Тойдың болғаннан боларсыз қызық дейді ғой. Боларсында өте көп процесстер болды. Эмоция ойнау, және презентацияма қатты дайындалдым. Әрбір детальдарын ойластыруға тырыстым. Одан кейінгі нәрсе бұл енді андай. Менің өзімнің ішкі рубежімді бұзу болды да. Мен осыған дейін 100 адам жасап жүрдім. Алланың қалауымен 500 адам. Почти толтырдық. Сахна толды. Одан кейін жалпы өте сапалы, бұл аудитория мен сразу айтайын. Бірінші кезекте бұлар өте үлкен үйлеуден өткен. Менің YouTube подкасттарымды көретін, дамитын, өздерін ақша салатын, өсуге, дамуға сондай аудитория болды. Шынымен де енді бір энергетиканың өзі бөлек болды. Ана жерде ол энергетиканың артында бірақ жауапкершілік бар. Жауапкершілік бөлек болды. Жалпы мен өзіме айтатын болсам, оннан 9,5 деген баға қоямын. Бар детальдар, который ойластыру керек. Бірақ дей тұрғанмен жақсы өтті. Бұл бөлек екен. Шынымен де 500 адамның алдында подкаст түсірудің өзі бір өзгеше эмоция болды. Өйткені 2 микрофонмен, бір петличка, бір микрофон, зал бар, сахна бар. Одан кейін келген қонағымда Қуаныш Шонбай мырза болды. Ол кісімен де андай, ол кісі андай ғой. Сен егер оған бір жай сұрақ қоятын болсаң, ол сразу жек қояды сен. Түсініңіз ғой, бұл жерде андай бір ментальный соғыс демей қойыншы, енді бір ментальный подкаст болды да. Ол жаңа алғаш миллион қашан таптың деп болды, сол жерде өз-өзін көміп тастадым деп берсең болады. Алғашқы сұрақтан-ақ жаңа. Сондықтан подкаст енді елдің бәріне ұнап жатыр. Енді бұл көрермен өздері айта жатар. YouTube-тан себеп салдардан көргеннен кейін жалпы ойларынан шықты ма, шықпады ма, қалай болды деген сияқты нәрсе. Жалпы өзіме ұнады. Пока жоқ. Өйткені бір нәрсе айтайыншы, бізде андай алыстан мотивацияны күшті береді. О, Таймыз Астанаға кел, Алматыға кел, Шымкентке кел дейді. Бірақ шын тойтына бардың сол адамдарды таппай қаласың. Мен былтыр негізі бүкіл Қазақстанды аралаймын деп ойлағам. Бірақ Астанаға 70 адам
жинадық. Шымкентте де сондай болды. Сондықтан пока әзірше Алматыда енді одан бөлек контенті бар, басқасы бар. Енді онлайн басқа қалаларға онлайн махаббат жіберемін. Енді Алматы алыс емес қой. Мысалы мен өзім осы жақында там Дубайға барып білім алдым. Америкаға барып білім алдық. Оның қасында елдің ішінде жүріп, біріншіден дамуға келесің, екіншіден демаласың, өзіңе рұқсат етесің деген сияқты. Сондықтан мен ойлаймын, наоборот адамдар келсін, мүмкіндік болса. Енді Алла сәтін салып жатса, әрине бару ниетім бар. Ниетім қала аралау деген нәрсе бар, бірақ енді сәл қазір графикке сай келмейді. Одан бөлек енді осы бүгінгі 500 адам ішінде бір шамамен 20% сырттан келді. Семейден келді, Ақтаудан келді, ар жақтан келді. Қазір бізде енді мына командам көрдіңіздер, иә? Осында түсір, мен шаршап тұрмын негізі. Түсірмейін десем де түсір деп отыр. Тура сол сияқты мынау негізгі тренинг біткен. Соның ішінде VIP қонақтармен екінші формат болып отыр. Бұл кісілердің ешқайсысын жаны ашымайды. Сіздер енді жаны ашып маған қолдау білдіріп қойыңыздар. Рахмет. Сол қазір VIP тағыларға ұжым болып отыр. Одан бөлек тағы да бір қысқа шағын подкаст болады. Сондықтан енді осы біздің бүгін негізі осы жалпы 500 адамдық тренингтің эмоциясын бергіміз келді, осы бір влогын бергіміз келді, осы бір ішіндегі эмоциясын бергіміз келді. Мен ойлаймын енді осы сұхбат арқылы мен сіздерге бере алдым деп. Егер ұнамай жатса, оны жаза беріңіздер. Мен нормально қараймын. Маған басты кері байланыс берсеңіздер, қалай болды? Енді мен Тайыр Нұғманның өмірінде тағы бір белес алынды. Рахмет.